Ал қанекей достар, бүгін сорпаға салатын құрт дайындап көрсетейін. Мына жерде бір апта тұрған ашыған айран, мынау үстіндегі сарылары, ол майдың суы. Осындай құрттың іркітіне араластырып жіберсеңіздер, жұмсақ, майлы, әдемі құрт болып шығады. Мінекей жаңағы майдың суын айранмен араластырып алдым. Енді бұны мынау қазанға құйып, отқа қоямын. Вот так, мінекей бір қазан болды. Баяу отқа қойып қойдым. Достар, бұны іркіт дейді. Себебі ашытқанда ол айран бір апта тұрғаннан кейін қатты ашып, ол іркітке айналады. Сондықтан бұның аты іркіт. Айран емес, оны уже шатастырмау керек. Ал енді осыны бұлғап тұрып қайнатамын. Іркітті міндетті түрде бұлғап тұру керек. Себебі түбі күйіп кетсе, оның құртқа дәмі шығып кетеді. Мінекей іркіт қайнай бастады. Осындай уақытта оның бетіне көбік шығады. Мінекей осындай. Бұл көбік жаласаңыз, енді бала кезіңіз есіне түседі. Анамыз құрт пісіріп жатқанда қазанның жан-жағында осылай қасықпен тұратын едік. Бұның дәмі енді ауыздан да кетпейді, естен де кетпейді. Мінекей осындай көбік жалаған араларыңызда жандар бар ма? Іркіттің қайнап жатқанына 1 сағат болды. Көріп тұрғандарыңыздай түсі өзгеріп, сарғыш тартып келе жатыр. Бұлғауды тоқтатпаймыз. Қоюланған сайын бұлғай береміз. Мына жерде 1 қасық ұн алдым. Осының үстіне суық судан құйып, 1 келке етіп араластырып аламын. Мінекей тура осындай қоймалжың сұйықтық қажет. Осыны мен қазір қайнап жатқан іркітке апарып құямын. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай іркіт бүлкілдеп қайнап жатыр. Енді осының үстіне жаңағы сұйықтықты құямын. Бірден жақсылап араластырамыз. Бұл сұйықтық құрттың қоюлануына ықпалын тигізеді. Өте әдемі, баппен бүлкілдеп қайнап тұр. Құрт қайнату жалпы үлкен жауапкершілікті қажет етеді. Сондықтан оны қайнататын күнді белгілеп, жарты күнгі жұмысты ысырып, бар көңіліңіз осы құртта болу керек. Шамалы ғана түбі күйіп кететін болса, арасына қара қаспақтар араласып, дәмі күйіктатып кетеді. Сөйтіп, барлық құрттың берекесін кетіреді. Мінекей іркіт қайнап, көлемі азайып, құрт қайналып жатыр. Қоюланған сайын оның түбінің күйіп кету қаупі бар. Сондықтан қазаннан алыс кетпейміз. Достар, бүгінгі видеоны көп оқырмандарымның сұрауы бойынша қайнатылған сорпаның құртына арнадым. Сондықтан осы видеоны басынан соңына дейін қарап шығыңыздар. Видеоға қатысты комментарий жазып, сұрақтарыңыз туындап жатса қойып, ұнап жатса лайк баса салыңыздар. Сіздердің белсенділіктеріңіз менің каналымның өсіп өркендеуіне өте маңызды. Ал енді мен сіздермен қоштасамын. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар. Осы жерде ескертіп айта кетейін, құрт пісіргенде абай болу керек, себебі дайын болған кезде ол шашырап атқылайды. Сондықтан үстіңізге жеңі бар киім және қолға қолғап кию керек.
Құрттың қайнап жатқанына 2 сағат болды. Әжептәуір қоюланып дайын болып қалды мінекей. Мінекей дәл осылай шашырап атқылап жатса, құрт пісіп дайын болды деген сөз. Мінекей достар, құрт дайын болды. Енді сөндіріп, шамалы суытамын. Құрт әбден суыды. Достар, егерде тұзды құрт дайындағыларыңыз келсе, бағанағы оттан түсірген уақытта шамалы ғана тұз қосуға болады. Ал мен тұзсыз жасадым, өйткені бізге осындай тұзсыз құрт ұнайды. Ал енді былай көрсетейін сіздерге. Қараңыздар, қандай тамаша құрт болды. Бір келкі қою қаймақ сияқты. Құрт дайындаудың толықтай жаңағы жұмысы осы мінекей достар. Бұл құртты сүзудің қажеті жоқ. Көріп тұрғандарыңыздай суы әбден тартылған. Мінекей бағана бұлғап тұрып, бүлкілдетіп, әбден қоюланғанша қайнаттым. Мінекей бұл дайын сорпаға салатын құрт. Өте дәмді, әдемі қышқыл дәмі бар. Енді ерекше қолдан жасалған құрт. Құртты пакетке салып алдым. Енді мұздатқышта сақтайтын боламын.